Сәлем достар, сіздермен мөлдір. Бүгін өте дәмді сникерс пирогын дайындаймыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Бізге қажетті ингредиенттер: ұн, сары май, какао, қант, жұмыртқа және қопсытқыш. Жұмыртқамызды саламыз. Оның үстіне қант саламыз. Сары майды салып, үшеуін қант ергенше жақсылап араластырамыз. Енді құрғақ ингредиенттерді бір-бірімен араластырамыз. Ұнды міндетті түрде илектен өткіземіз. Қопсытқыш саламыз. Үстіне какао салып, какаомен бірге жақсылап араластырып аламыз. Сұйық массаға құрғақ массаны екі бөліп салып араластырамыз. Енді осылай қолмен араластырып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамыр өте жұмсақ, қолға жабыспайды. Бұны салафанға салып, тоңазытқышқа 30 минутқа қойып қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге вареная сгущенка және жержаңғақ қажет. Екеуін бірге араластырамыз. Менде 22 диаметрлік форма, жандарын сары маймен майлап шығамыз. Қамырымызды тоңазытқыштан алып, екі бөлікке бөлеміз. Бір бөлігін табаның астына бір келкі тегіс етіп жайып шығамыз. Екінші бөлігін жандарына жайып шығып, бір келкі етіп қасықпен тегістеп шығамыз. Енді карамельді салмамызды салып, 180 градус қызып тұрған пешке 40-45 минут пісіріп аламыз. Біздің пирог пісіп шықты, толықтай суытып аламыз. Оға дейін ганажын дайындаймыз. Ганаж дайындау үшін бізге шоколад, сары май, ұсақталған жержаңғақ қажет. Сары май мен шоколадты микроволновый печте немесе водяной баняда ертіп алып, үстіне жаңғақты салып араластырамыз. Пирог бізде толықтай суыды, үстіне ганажды құямыз. Бір келкі етіп жайып, тоңазытқышқа 15-20 минутқа шоколад қатқанша қойып қоямыз. Пирог өте жұмсақ, өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алда көптеген рецепттер болады. Сіздердің қолдауларыңыз каналымның дамуына өте маңызды.